Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып қолдай кетіңіздер. Мен бүгін сіздерге лимонның сумен ішу пайдасын айта кетейін. Су адам ағзасына өте қажет. Суды көбірек ішу пайдалы. Таңертең бір стакан суға лимон тілімін салып ішкен жөн. Лимон салынған суды денсаулық суы деп атауымызға да болады. Анемия иммунитетті жақсартады, қан қысымын қалыпты ұстайды, бауыр өтті тазалайды. Мен сіздермен қазіргі қыс мезгілінде иммунитет өте төмен болып кеткен кісілерге тұмаудың алдын алатын өте керемет бір қоспа дайындап көрсетейін. 2 штук лимон, 2 бас чеснок, 400 грамдай мед. Менде мед қою болғандықтан ыстық суға салып қойдым. Лимон мен чеснокты жақсылап тазалап, ашып, блендермен өткізіп аламыз. Жақсылап езіп, блендермен өткізіп, оны лимонға араластыратын боламыз. Чесноктың пайдасын білесіздер, өте жақсы денсаулыққа, организмге өте жақсы. Сырттан келген вирустарды чеснок қабылдамайды. Дайын болған блендерге неғылған қоспамызды, чеснок пен лимонды езіп алдым. Осының бәрін 400 грамм лимонға араластыратын боламыз. Таңертең азанда шаймен 2 қасық чайный ложкамен ішсеңіздер денсаулыққа өте пайдалы.